сабағымызға республикамыздың 200-ге тарта мектебі көріп қатысып отыр. Сабағымыздың тақырыбы бүгінгі көп жақтардың қималары. Мақсаты көп жақтардың қималары туралы ұғымды және олардың салу әдістерін меңгеру. Сонымен бірге кеңістікті елестету арқылы бейнелеу дағдыларымызды қалыптастыру. Балалар, сіздер көп жақ ұғыммен таныссыздар. Көп жақтардың негізгі геометриялық элементтері, олардың төбелері, қырлары, жақтары және көп жақ денелер үшін ішкі кеңістігі. Ал енді мынадай сұраққа көңіл аударайық. Егер нүкте көп жаққа тиісті болса, ол нүкте қайда орналасуы мүмкін? Егер қандай да бір нүкте көп жаққа тиісті болса, ол көп жақтың қырында, немесе көп жақтың жағында, немесе көп жақтың ішкі бөлігінде орналасады. Ал осы сызбада, егер нүкте көп жақтың қырында болса, қалай бейнеленеді? Оны қалай саламыз біз? Нүкте көп жақтың қырында берілуі түзудің бойындағы нүкте салу сияқты орындалады. Ал егер осы нүкте көп жақтың жағында орналасса, бұны сызбада қалай бейнелейміз? Жақ бетінде нүкте салу, жазықтық бетінде нүкте салу сияқты орындалады. Ал нүкте көп жақтың ішкі бөлігінде орналасса, оны сызбада қалай салады екенбіз? Бұнда қандай пікір бар? Егер нүкте көп жақтың ішкі бөлігіне тиісті болса, онда іздер әдісі дегенімізді қалай түсінеміз? Іздер әдісі қиюшы жазықтықтың көп жақтың әр жақтарына іздерін салуға негізделген. Бұл әдіс бойынша қима салуды қиюшы жазықтықтың негізгі ізін салуды, яғни қиюшы жазықтықтың көп жақтың табан жазықтығына ізін салудан бастайды. Келесі әдіске көшетін болсақ, қарастыратын болсақ, таламыз. Ол іздер әдісі және аралас әдіс. Енді осы әдістерді қарастырмас бұрын мынадай тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма мынадай. АБ түзуі мен элементі жазықтығының қиылысу нүктесін салыңдар. Медет келе ғой. АБ, А және Б нүктелері МДН жазықтығында жатқандықтан, ол арқылы өтетін түзу толығымен осы жазықтықта жатады. Яғни АБ түзуін созамыз. Осы МДН жазықтығында жатқан МН түзуін созамыз. Қиылысу нүктесін Е әрпімен белгілейміз. АБ және МН түзуінің қиылысу нүктесі АБ түзуі мен МНК жазықтығының қиылысу нүктесі болып табылады. Рахмет. Келесі тапсырманы қарастырайық. Бұнда берілген элемент түзуінің АБ-С және А1, Б1, С1 жазықтықтарымен қиылысу нүктелерін салу қажет. Азамат келе ғой. МН нүктелері Д1, С1, Д жазықтығында жатқандықтан, осы нүктелер арқылы өтетін түзу толығымен осы жазықтықта жатады. МН түзуін жүргіземіз. Осы жазықтықта жатқан ДЦ және Д1, С1 түзуін созамыз. Қиылысқан нүктелерді белгілейміз. Е және Е1 нүктелері. Е және Е1 нүктелері ізделінді нүктелер. Балалар, біз іздер салу әдістерінің басты тәсілдерін қарастырдық. Бұл жерде біз қарастырайық. Бізде А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 параллелепипед берілген. Оның П, Q, R нүктелері сәйкес А1, Б1, С1 қырларында орналасқан. Осы параллелепипедтің
ПКУ жазықтығымен темасын салу қажет. Жақсылап қараңыздар, ойланыңыздар. Осы салуды қалай ойлайсыздар? Неден бастаймыз? П, Q нүктелері А1, Б1, А жазықтығында жатқандықтан, осы нүктелер арқылы өтетін түзу толығымен осы жазықта жатады. ПQ түзуін созамыз. Жақсы. Келесі салуға қарай қалай жалғастырамыз? Осы жазықтыққа жататын АБ түзуін созамыз. Рахмет. Әрі қарай? ПК түзуі мен АБ түзуінің қиылысу нүктесін S1 әрпімен белгілейміз. Келесі салуды жалғастырайық, әрі қарай? Б1, С1, БЦ жазықтығында жатқан Q және R нүктелері жатқандықтан, ол арқылы өтетін түзу толығымен сол жазықтықта жатады. Яғни QR түзуін жүргіземіз. QR түзуін жүргіздік, жақсы, рахмет. Әрі қарай келесі? Қалай салу? Осы жазықтыққа жататын БЦ түзуін қосамыз. БЦ түзуін саламыз, иә? Сонымен не пайда болды бізде? Азамат? QR және БЦ жазықтығы қиылысқан жерді S2 деген әріппен білеміз. Яғни біз балалар S1, S2 жаңағы мына түзулердің іздерін алдық. S1, S2, Q, P және QR түзулерінің іздері табан жазықтығынан. Әрі қарай келесі салу қалай үйлестер не саламыз енді бұдан кейін? Бұлан? Осы S1 және S2 нүктелерін қосамыз. S1, S2 қосқанда S1, S2 түзуі жаңағы қиманың негізгі ізі. Табан жазықтығына сүрген негізгі ізін алдық. Әрі қарай келесі салу. Ернар. S1, S2 түзуін қиылысқан жерлерін белгілейміз. Нүктелермен белгілейміз, қиылысқан нүктелерді белгілейміз. Қай нүктемен қиылысқан? А-ды қырымен және Д-ц қырымен қиылысқан нүктелерді белгілейміз. Сонымен Сұлтан, әрі қарай келесі салу қайсысы бізде? РТ, ПУ нүктелерін кесінділер арқылы қосамыз. Сонымен бізде не пайда болды? Айжан? ПQRТУ темасы пайда болды. Міне біз балалар сонымен іздер әдісін қолданып тема салдық. Мұндағы негізгі S1, S2 түзуі, оның табандағы ізі УТ, теманың табандағы ізі УТ кесіндісі теманың ізі болып табылады. Рахмет. Қатысқандарыңызға. Біріншіден МНді жазықтығындағы А мен С нүктелерін қосамыз. Енді ДМК жазықтығындағы А мен Б нүктелерін қосамыз. Және оны созамыз. Дәл осы жазықтықта жатқан МК табанындағы түзуді созамыз. Екеуін қиылысқан жерін И әрпімен белгілейміз. Осы И әрпімен МНК жазықтығындағы С нүктесімен қосамыз. НК түзуімен СЕ түзуінің қиылысқан жерін F әрпімен белгілейміз. Осы F нүктесімен B нүктесін қосамыз. Сонда бізде пайда болған қима ABC, ABFC қимасы. ABFC қимасы.
Рахмет.